Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып тіркеліп өтіңіздер. Біз бүгін сәбізден ең оңай 5 минутта дайындалатын салат жасаймыз. Біздің салатымызға сәбіз, піскен жұмыртқа, ірімшік, сарымсақ, майонез, қара бұрыш, тұз керек. Сәбізімізді, жұмыртқамызды, ірімшігімізді терканың үлкен көзінен өткізіп аламыз. Сарымсағымызды терканың кіші көзінен өткізіп, майонезімізге араластырып қоямыз. Ыдысымызға сәбізімізді салып, оның үстіне жұмыртқаны, ірімшікті салып, енді осы қоспамыздың үстіне тұзымызды және бұрышымызды саламыз. Енді осының барлығын сарымсақ пен майонезді араластырып, үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз осындай болып шықты. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Өте керемет тойымды салат. Ас болсын, достар.